Гүлжан жайлы Нұрсұлтан шындықты айтты. Күтпеген жағдай орын алды. Қосылайық жобасына үміткер ретінде келген білугер мырза Гүлжан жайлы бүкіл шындықтың беті ашылды. Жобаға қызу дайындалып келген Гүлжанның былығы жайлы қызу пікір талас көрермендер мен қолдаушы апаларды абдыратып тастады. Күн сайын Гүлжанға қатысты жаңа ақпараттар шықты. Шах мырзаның не қатысы бар? Қосылайық жобасының тұрақты көрермені және сарапшы экс қатысушысы Нұрсұлтан мырза әлеуметтік желідегі парақшасында Гүлжан жайлы аша ақиқатты жайып салды. Тиктокта ақша құртып рекке шыға алмай жүрген Гүлжан қосылайығыма келіп тиктоктың бәрі тәуіржан болды. Молодец, оңай айлакерлік эмоциясын ұстай біледі. Жанаманы ойлай бермей анда-санда кітап оқып тұр құрметті қатысушы. Білімді мыңды жығар, деп Нұрсұлтан мырза Гүлжанға айтып тастады. Нұрсұлтан сонымен қатар Гүлжан жайлы Instagram парақшасында сторис арқылы тағы да ауыр айтты. Мұны естіген көрермен қауым абдырап қалды. Желі қолданушылары жарыса жазды. Шахкері мырзаға ұқсайтын сияқты. Түрі сөйлегені еркек емес қатын сияқты 5 сөзге 10 сөз жауап. Осы блогерлер Қосылайықтың жігіттерін табалайды, но на самом деле дені дұрыс адамдар Қосылайықтағы жігіттер. Мына блогерді көретін едім, слишком қорқынышты айналасы. Толы қыздар, вообще контенті жаман. Маржан мәз, қорға бөліп барады, ертең қаларсың боқсасып. Босқа қатысушыларға атылып отырсың, ол жігіт бүгін келді, ертең кетеді. Ал сен осы жобада отырасың, так что су ішкен құдығыңа түкірме. Жазира Байырбекованың жиені. Зыпылдап қалған жігіт екен, ұрысқа жақын. Ойбай, мынау Жазира Байырбекованың сіңлісінің баласы екен ғой. Не деген бетімен кеткен жігіт? Деп жарыса жазды көрермендер мен желі қолданушылары. Нұрсұлтан жобаға барып Гүлжанның аузын тікелей эфирде жаба ма? Ол жағы әзірге белгісіз.